Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін тауықтың қанатын маринаттаймыз. Осындай қып-қызыл, әдемі, дәмі де керемет болып шығатын тауықтың қанатын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Тауықтың қанаттарының барлығын жуып, тазалап, осындай үлкендеу ыдысқа салып қоямыз. Енді маринаттауға арналған соусты дайындаймыз. Ең бірінші 2 қасық кішкентай қасықпен тұз салдым, және чимчи салатқа салатын приправа салдым, паприка, және қара бұрыш салдым. Енді майонез саламыз. Барлығының мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін. Егер көбірек тауықтың қанатын маринаттайтын болсаңыздар, тура осының барлығын 2 есеге ұлғайтасыздар. Ең соңында томат салдым. Томаттың орнына кетчуп салса да болады. Ешқандай разница болмайды. Біркелкі болып шыққанша барлығын жақсылап араластырып аламыз. Описание бөлімінде менің түрлі рецепттерімнің сілтемесі тұр. Неше түрлі осы сезонға арналған банка жабу, неше түрлі торттардың рецепттері бар. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Міне енді дайын болған соусымызды тауықтың қанаттарына саламыз. Үлкендеу ыдыс болғаны дұрыс. Қолмен араластырғанда ыңғайлы. Барлық қанатқа жағылу керек. Жақсылап араластырамыз осылай. Лажы болса, перчатка кигендеріңіз дұрыс. Тура осы рецептпен дайындасаңыздар өте дәмді шығады. Мен қонаққа дайындап жатырмын. Сіздер де тура осылай жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Міне араластырып болдық. Енді бетін жауып 2 сағатқа қойып қоямыз. Табамызды осылай май сеуіп, жағып, майды жақсылап, ешқандай фольга, пергамент төсемеймін. Осындай ғып май жағып салса да ешқандай жабыспайды. Енді маринатталған тауықтың қанаттарын жақсылап осылай орналастырып алып, қызарып, жақсылап піскенше пешке салып аламыз. Міне біздің маринатталған қанаттарымыз дайын, өте дәмді және әдемі болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.